Құрметті ақмолалықтар, бүгін еліміз әрбір қазақстандық үшін тағдырлы әрі маңызды оқиғаның қарсаңында тұр. 15 наурыз күні референдумда азаматтарымыз жаңа конституция үшін дауыс береді. Бұл баршамызға аса жауапты сәт. Өйткені ол мемлекетіміздің қалай дамитынын, қоғамның қандай болатынын айқындайды. Конституция бұл болашақты айқындайтын негізгі құжат. Ол тәуелсіздіктің іргетасы, әрбір азаматтың әділдігі мен құқықтары және бостандығын кепілі. Бұл ертеңгі Қазақстанның қандай болатынын, болашақ ұрпақтың қандай мемлекетте өмір сүретінін анықтайтын негізгі заң. Қазір ел болашағына үлес қосуға мүмкіндігіміз бар. Әрбір дауыс азаматтық ұстаным, отанға деген сүйіспеншілік және келер ұрпақ алдындағы жауапкершіліктің көрінісі. Сондықтан да бейжай қалмай, белсенді азаматтық ұстаным таныту аса маңызды. Ақмола тұрғындары әрдайым жоғарғы азаматтық белсенділікпен, бірлікпен ерекшеленіп келеді. Біздің өңір еңбекқор, белсенді азаматтық ұстанымы бар, дамудың және қоғамдық келісімнің қадірін түсінетін жандар мекені. Қадірлі ағайын, алдымызда ел үшін маңызды оқиғаға қатысу міндеті тұр. Референдум елдің азаматтық кемелдігі мен саяси сын сағаты. Ақмола облысын барлық тұрғынын бірлік танытып, белсенділік көрсетіп, дауыс беруге шақырамын. Күшті, әділетті және гүлденген Қазақстан үшін дұрыс таңдау жасайық ағайын.